оларға осы сабақты көруге мүмкін болу үшін запись қосайық. Жақсы. Осы тақырыптың, осы бүгінгі сабақтың тақырыбы ол төтенше жағдай дегеніміз не? Яғни біз қандай төтенше жағдайлар болуы мүмкін және олар неге туындайтынын бүгін қарастыратын боламыз. Біріншіден, мысалы, осы жерде сіздер көріп отырғаныңыздай, төтенше жағдайға анықтама беріліп тұр. Сіздер оны міндетті түрде оқу керексіздер. Яғни бұл ірі апат, табиғи зілзала, қауіпті табиғи құбылыс, аурудың таралу нәтижесінде қалыптасқан адам құрбандарына келетін, адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтіретін белгілі бір аумақтағы адамдардың тіршілік әрекетінің бұзылуын орын алатын жағдай. Сіз осылай оқып шыққаннан кейін көбінесе адамдар түсінбейтін шығар, әсіресе төмен класстар, төмен сыныптар. Сондықтан да одан кейін сіздер міндетті түрде түсіндіріп кету керексіздер. Яғни осылай оқисыздар да, яғни төтенше жағдай ол адам денсаулығына өте қауіпті болатын зілзала және тағы басқа ірі апаттар дегендей. Содан кейін осы суреттерді қарастырып шығуларыңыз қажет. Мысалы, осы суретте бұл өрт көрсетіліп тұр, жер сілкінісі, су тасқыны және тағы басқалар. Келесі слайдқа көшейік. Мысалы, мұнда әртүрлі апаттардың суреттері көрсетіліп тұр. Сіздер осы аудиториямен бір интерактивті өткізу үшін, олардың белсенділіктерін арттыру үшін, сіздер оларға мысалы осындай сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Мысалы, осы суреттерде не бейнеленіп тұр, қалай ойлайсыздар деген солай интерактив жүргізесіздер. Аудиторияның қызығушылығын ояту үшін. Одан кейін ТЖ төтенше жағдайлардың қауіптік деңгейлері. Өзі төтенше жағдайлар осындай 3 қауіптілік деңгейлеріне бөлінеді. Біріншісі ол төмен, екіншісі орташа және жоғары. Және олар өздері осындай сәйкес түстермен боялады. Айтасыздар, мысалы осыған сіздер 2020 жылы болған коронавирус мәселесін мысалға келтірулеріңізге болады. Яғни ол жерде біздің Қазақстанда әрбір қаланы сәйкес адамдар, коронавируспен ауырған адамдар санына сәйкес осындай деңгейліктерге бөлген. Мысалы, Астанада әсіресе ол қызыл түске боялған, себебі ол жерде коронавируспен ауырған және де қайтыс болған өкінішке орай саны өте жоғары болған. Сонымен қатар, осы деңгейді анықтау үшін ТЖ төтенше жағдайлар, өту жағдайлар мен қауіп төну аумағын талдайды. Және де қауіп-қатер деңгейінің критерийлері бар. Және әрбір нақты жағдай бойынша жеке белгіленеді. Және де бұл белгілену міндетті түрде профессионалды кәсіби мамандармен белгіленеді, анықталады. Одан кейін тағы да бір интерактив жүргізу үшін сіздер осы әр суретте көрсетілген төтенше жағдайды анықтауға тырысып көрейік дейсіздер де бұндай сұрақ қоясыздар. Оның қауіптілік деңгейін қалай бағалайсыз деп, мысалы, біріншісінде ол су тасқыны, мүмкін ол кейбірлері сары, кейбірлері қызыл деп белгілейтін шығар. Екіншісі ол АЭС, атомдық электр станциясы. Келесі. Енді айтасыздар, балалар, енді төтенше жағдайлар неліктен туындайтынын қарастырып өтейік. Және де осы пайда болу себептері бойынша төтенше жағдайлар 3-ке бөлінеді. Біріншісі табиғи, екіншісі техногендік және де экологиялық. Неше минут бар әлі? Экологиялық. ТЖ-ның түрлері,
яғни айтасыздар содан кейін төтенше жағдайлар олар пайда болу себептерімен, өзінің даму сипатымен және де өзінің басқа да тағы бір ерекшеліктерімен осындай үш түрге бөлінеді. Біріншісін табиғи төтенше жағдайын қарастырып өтейік, яғни ол табиғи зілзаланың нәтижесінде пайда болуы мүмкін төтенше жағдайлар, мысалы атмосфералық құбылыстардың, оттың, су объектілердің, яғни мысалы су қоймаларының және де өзендердің су деңгейінің өзгеруі, топырақтағы жердегі өзгерістер, жер қыртысының қозғалысы нәтижесінде пайда болуы мүмкін жағдайлар. Және де мир шаңғысы. Және де олардың тағы бір атауы ол табиғи апаттар. Табиғи төтенше жағдайлардың басты себебі де табиғи апаттар болады. Бірақ кейбір кезде бұндай табиғи апаттардың пайда болу себебі адам да бола алады. Мысалы, өрт ол адамның абайсыз, мысалы орманда адамның абайсыз жанған шырпымен ойнауы дегендей, содан да өрт пайда болуы мүмкін. Бірақ та оны біз табиғи төтенше жағдайларға жатқызатын боламыз. Содан кейін айтасыздар, мысалы табиғи апат бұл табиғи құбылыс нәтижесінде адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төнетін құрылыстар мен табиғи объектілердің қирауы немесе жойылуы орын алатын жағдай. Және де табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар осындай үш пайда болу себептері бойынша, ағу жылдамдығы бойынша, оқшаулау мүмкіндігі бойынша жіктеледі. Одан кейін бұның бәрін айтып шығасыздар, яғни геологиялық сипаттағы метеорологиялық, гидрологиялық, табиғи өрттер, эпидемиялар, осы эпидемияларға коронавирус. Содан кейін ағу жылдамдығы бойынша қысқа мерзімді мұнда осы слайдта өте яғни ыңғайлысы ол мысалдар келтіріп тұр. Яғни сіздер осы пайда болу себептерін оқи саласыздар да оған мысалдар келтіре саласыздар. Уже берілген мысалдарын, оқшаулау мүмкіндігі бойынша локализацияланған және локализацияланбаған. Екіншісі ол техногенді төтенше жағдайлар, яғни олар ненің нәтижесінде пайда болуы мүмкін? Олар бір құрылыстардағы апаттардың нәтижесінде немесе өнеркәсіп кәсіпорындарда пайда болатын жағдайлар. Және де бұндай апаттар олар үлкен өлімге, материалдық шығындарға келеді, табиғат пен қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіреді. Және де бұл апаттар ең маңыздысы балалар дейсі. Барлық апаттар олар төтенше жағдайға айналмайды. Егер адам шығыны, материалдық шығындармен көптеген адамдардың өмір сүру жағдайларының бұзылуы болмаса, мұндай оқиғалар төтенше жағдайға жатпайды деп ескертесіздер балаларға. Енді техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың жіктелуін балалармен бірге қарастырасыздар. Мысалы, мысалдардың ауқымы мен ауырлығы бойынша олар үш түрге бөлінеді. Бірінші ол болмашы зиян келтіретін, яғни ұсақ апаттар. Екіншісі ол үлкен зиян келтіретін ірі апаттар. Және де үшіншісі ол көптеген адам құрбандықтардың елеулі материалдық шығындарды және басқа да ауыр зардаптарға келетін ауқымды апаттар, яғни дүлей зілзалалар. Таралу ауқымы бойынша объектілік, жергілікті, аймақтық, жаһандық және тағы басқалары, оны айтып кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Және де осы сайттардың арасында сіздер балаларға сұрақ қоюыңыз мүмкін. Себебі бұл сайттарда өте көп информация жиналған, және де сіз айта берген сайын балалар ұйықтап қалуы мүмкін. Және де үшіншісі экологиялық төтенше жағдайлар.
экологиялық төтенше жағдайлар адамның іс-әрекеті немесе табиғи құбылыстар нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Экологиялық төтенше жағдайлар биосфераның елеулі бұзылуына әкеліп соғады. Және бұндай жануарлар мен өсімдіктер әлеміне бұндай төтенше жағдайлар өте үлкен зиян келтіреді, иә. Және де мұнда жазылып тұр, экологиялық төтенше жағдайлардың басты ерекшелігі ол олардың себептері табиғи апаттарда, антропогендік факторларда болуы мүмкін. Яғни антропогендік фактор ол адамның әсерінен пайда болатын факторлар, яғни адам қызметімен байланысты, сондықтан олардың алдында әрдайым табиғи немесе техногендік төтенше жағдайлар тұрады. Мысалы, сіздер озон қабатының жыртылуы, тағы қандай бізде атмосфераның ластануы және тағы басқа осы суреттерде көрсетілгендей апаттарды мысалға келтірулеріңізге болады. Мұнда экологиялық төтенше жағдайлардың жіктелуі жазылып тұр. Салалардың ауқымы мен ауырлығы бойынша, құбылыстардың көзі мен сипаты бойынша, және ұзақтығы бойынша. Енді сіздер осының барлық информацияны айтып болғаннан кейін, сіздер міндетті түрде аудиторияның, яғни аудитория барлық сіз айтқан информацияны жаттап алу үшін, сіз олармен сурет салуларыңызға болады. Яғни сіздер мысалы офлайн берсеңіз сабақты, сонда сурет саласыз. Мысалы, кез келген төтенше жағдайдың суретін салғызасыз. Одан кейін оқушылар суретті салып біткеннен соң, олар осы ұлттық волонтерлік желісіне жіберуі мүмкін, және де сол ұлттық волонтерлік желісі ол өзінің инстаграм парақшасына соны салу мүмкін. Соны айта аласыздар оларға. Ал егер де мысалы сіздер офлайн жүргізгенде шамамен тағы бір уақыт қалса, немесе сіздер онлайн жүргізгенде сіздің аудиторияңызға сурет салғызбаңыздар, оларға осындай онлайн осындай ойын ойнату ол жөн болады деген ойдамын. Мысалы, осы сайтқа балалар кіреді, және де кейіпкерді таңдап, экранда сұрақ пайда болады. Солай жауап береді. Мысалы, мен қайда кіріп кеттім? Ссылкаға басып қойған шығармын, қазір тоқтаңыздар. Негізінде барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Бұл сілтеме бойынша өтпей-ақ бізде бөлек бір презентация дайын осы ойын бойынша. Сол презентацияны да қосуға болады, себебі бұл берілген сілтеме шетелдік веб-сайттан алынған болғандықтан оқушылар оған тіркелу керек, ал ол өте ұзақ уақыт алады. Сондықтан сіздер мектепте немесе онлайн форматта сабақ жүргізген кездерде біз сіздерге осы сабақтың соңында сілтеме жібереміз, және сол сілтемеден өтіп презентацияларды қарай аласыздар. Сол презентацияларды іске қосқан жөн. Қазір сіздерге көрсете салайын сол презентацияны. Қазір тоқтаңыздар. Қазір содан кейін Дариға бастайды өз сөзін. Қайдан мынау? Мен зумға кіре алмай отырмын. Вот, все. Вот, бұл ойын Time to Climb деген жай ғана викторина. Жағдай дегеніміз не дегенде суреттермен болады.
иә, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Так, енді өз сөзімді Дарияға берейін. Ол екінші презентацияны айтатын болады, таныстыратын болады екінші презентацияны. Енді барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Дариға. Мен осы Бисейв Қазақстан жобасының бүгінгі сабақтың екінші волонтері болып табыламын. Әріптесім Нұрайға маған сөз бергеніне рахмет, және бірінші сабақты жүргізгеніне үлкен рахмет. Мен сіздерге естіліп тұрмын ба дауысым? Жақсы, рахмет. Қазір екінші тақырыпты бастамас бұрын мен сіздерді өздеріңіздің камераларыңызды қосуды өтінемін, себебі біз сіздерге волонтер ретінде сіздер келешекте өздеріңіз сабақ жүргізетіндей ақпарат беріп жатырмыз. Сондықтан егер сіздер қазір сабақта белсенді болып өздеріңіздің камераларыңызды қосып, және осы сабақтың аяғында бізде бір сілтеме бойынша сіздер бір сауалнамадан өту керек боласыздар. Осы сияқты әрекеттерді белсенді жасап отырсаңыздар, бұл сіздердің волонтерлік қызметтеріңізге өте жақсы жағынан әсер етеді, бұл өте маңызды. Сондықтан мүмкіндігінше қазір камераларыңызды қосыңыздар. Менің ойымша сіздердің көптеріңіз ұялы телефондарыңыздан қосылып отырсыздар, сондықтан мүмкін микрофонмен біраз мәселелер туындап жатқан шығар. Сондықтан егер де шынымен сіздер микрофондарыңызды қоса алмайтын болсаңыздар, онда барлық ақпаратты, барлық сұрақтарыңызды чатқа жазып отырсаңыздар болады. Осымен екінші сабаққа кірсек. Екінші сабақтың тақырыбы егер сен болғанда сіздер өздеріңіздің оқушыларыңызға айтасыздар. Егер сендер оқушылар төтенше жағдай аймағына тап болсаңыздар, түскен болсаңыздар, не істей аласыздар? Екінші сұрақ, бұл екінші сабақтың тақырыбы да сұрақ түрінде берілген, және де рахмет. Және де тағы да бір сұрақ, әрқайсысыңыз үшін төтенше жағдай дегеніміз не? Жалпы оқушылардан сіздер ең бастапқы тұсында сұрау керексіздер. Сол оқушылардың әрбіреуі үшін жалпы төтенше жағдай деген ұғым нені білдіреді? Ол сіздер келешекте 5-ші сынып, 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы және 10-шы сыныптар оқушыларына сабақ бересіздер. Сондықтан сіздер әрбір сабаққа кірген сайын өздеріңіздің нысаналық аудиторияларыңызды есте сақтау керексіздер. Және де егер ол 10-шы сынып оқушылары болса, онда сіздер өз оқушыларыңызға ересек адамдай сөйлей аласыздар. Ал егер мысалы 5-ші, 6-шы сынып оқушылары болса, онда осы сияқты олармен байланысқа түсетін интерактивті сұрақтар болса, әрдайым оларға сұрақ қойып, алайда олардан дұрыс жауапты талап ету керек емес. Мен тіпті дұрыс жауаптар, қате жауаптар немесе қате сұрақтар болмайды деп айтуға келеді. Келесі, сіздер өздеріңіздің оқушыларыңыздан олар үшін төтенше жағдай деген не екенін сұрағаннан кейін олар өздерінің жауаптарын айтады, және келесі слайдта бізде осы ұғымның анықтамасы берілген. Төтенше жағдай бұл сенің денсаулығың мен тіпті сенің өміріне үлкен қауіп-қатер келтіретін апаттар, және олар өзіңді қалай ұстайтындығыңа байланысты келешекте дамиды. Төтенше жағдайлар, менің әріптесім Нұрай алдыңғы презентацияда айтқандай, табиғи, техногендік және экологиялық түрлерге бөлінеді. Немесе осы үш факторлардың барлығының қосындысынан немесе үйлесімінен туындауы мүмкін. Және де әр жағдайда әр түрлі әрекет ету керек, және оқушылар қалай әрекет ету керек екенін білу керек. Суреттерде әртүрлі табиғи апаттардың, жоқ, бұл жерде тек қана табиғи апаттар емес, бұл жерде жалпы төтенше жағдайлардың суреттері берілген. Келесі.
басқаларға көмектесу және құтқару үшін сіздер не істей аласыздар? Енді осы сұрақтың аясында қазір біз сабағымызды қарастырамыз. Осы сұраққа жауап беруге тырысамыз. Бірінші қадам ол іс-қимыл жоспарын алдын ала біліп, оны орындау. Екінші қадам сабырлық сақтау. Үшінші қадам үйде, егер де төтенше жағдай сіздерде үйде тап берген болса, отбасының қауіпсіздік жоспарына сәйкес әрекет ету және егер де апат өте қатты ушығып кетсе, онда кәсіби құтқарушыларды шақыра білу маңызды. Төртінші қадам мектепте болса, мұғалімді сөзсіз тыңдау. Және бесінші қадам шақырылған мамандарға басқаларды құтқаруға, олардың талаптарын орындауға кедергі жасамау қажет. Бұл жерде сіздерге отбасының қауіпсіздік жоспары және іс-қимыл жоспары деген сияқты ұғымдар мүмкін таныс емес болуы шығар. Қазір осы ұғымдардың барлығын қарастырамыз. Егер төтенше жағдай сіздерді мектепте аяқ астынан орын алса, бірінші қадам қорқынышты болса да сабырлы болу өте маңызды. Себебі егер адам үрейге, қорқынышқа берілсе, онда адам өзінің ойлау қабілетінен айырылады деп айтса да болады. Сондықтан ол осы алдыңғы слайдта атап өткен барлық 5 қадамды толығымен тиянақты орындауға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан сабыр сақтау керек. Екінші, егер сен мектепте болсаң, егер оқушылар мектепте болса, мұғалім не істеу керектігін нақты біледі. Сондықтан мұғалімнің іс-қимыл жоспарын сақтау керек. Мұғалімде әрдайым іс-қимыл жоспарлары бар. Үшінші, оқушының міндеті мұғалімге қарау, мұғалімді тыңдау және оның нұсқауларын орындау. Егер де төтенше жағдай кезінде эвакуациялану маңызды болса, мысалы өрт кезінде, эвакуацияны тез, бірақ тыныш жасау керек. Жүгіруге, итеруге немесе дүрбелең жасауға болмайды. Әр адам күшті және батыл бола алатындығын есте сақтау керек. Және де сіздер өздеріңіздің оқушыларыңызға айтатын мәтін: сенің күшің мен батылдығың бұл сенен әлсіз немесе дүрбелеңді жеңе алмайтын үрейге берілген адамдарға көмектесу. Бұл осындай көмек көрсету үшін сіздер ондай адамдардың қолдарынан ұстап, бәрінің артынан еруді ақырын ғана сұрау керек. Сонымен қатар барлық сыныптастарының шыққанына көз жеткізу керек. Егер де төтенше жағдай мектепте болса, егер біреудің жоқ екенін байқасаң, дереу мұғалімге айту керек. Бірақ ешқашан өзің жеке досыңды іздеуге баруға болмайды. Мысалы, өрт кезінде жанып жатқан мектептің ішіне қайтадан кіру сіздің өзіңіздің денсаулығыңызға және қалған балалардың және мұғалімнің де денсаулығына, өміріне қауіп қатер туғызады. Ал енді егер де төтенше жағдай үйде болса, үйде барлығы отбасының қауіпсіздік жоспарын білу және сақтау керек. Отбасының қауіпсіздік жоспары дегеніміз, мүмкін ол кейбір отбасыларда бар, мүмкін кейбір отбасыларда жоқ. Алайда әрбір отбасы, әрбір азамат өзінің отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Сондықтан олар осындай төтенше жағдайларда отбасының қауіпсіздік жоспарын құрау керек. Осы туралы сіздер оқушыларыңызға да айтып өтсеңіздер болады. Егер ересектер болмаса, және төтенше жағдай туғанын оқушы түсінсе, онда оқушы осы жоспарға бағыну керек. Бұл жағдайда оқушы үлкені болып табылады үйде, сондықтан ол өзінің қарындастарына, бауырларына көмек көрсетіп, олардың сенімдерін ақтау керек. Өйткені оқушы біздің ситуацияда не және қалай істеу керектігін біледі. Әсіресе біздің берген сабақтарымыздан кейін. Өрт кезінде оқушы терезелерді ашпайды. Керісінше тез арада көшеге шығып, өрт сөндірушілерді шақырады. Егер түтін көп жиналып қалса, белгілі бір матаны сулап, бетін жауып, мүмкіндігінше тез сыртқа шығу керек.
өртеніп жатқан үйге қайта оралуға болмайды. Егер өрттің салдарынан шығу мүмкін болмаса, оқушы ең түпкі бөлмеге немесе балконға шығып, есікті және оның астындағы жарықтарды мықтап жауып кетуі керек. Бірақ жасырынуға болмайды. Себебі, мысалы, егер жиһаздың артына тығылса, жасырынса, онда егер құтқарушы көмек келген кезде, ол оқушыны, ол баланы олар көрмей қалуы мүмкін. Өртеніп жатқан электр жабдықтарға су құюға болмайды, себебі су электр тоғын өте жақсы өткізеді, және оны білмегендіктен бала өзіне баланы тоқ соғып кетуі мүмкін. Терезені ашуға болмайды. Балалар бұны біле бермес, бірақ сіздердің арқасыларыңыз біледі деп ойлаймын. Оттегі ауамен бірге кірген кезде ол өртті одан әрі ушықтырып жібереді. Және де өрт кезінде тығылуға болмайды, оны айттым. Және лифтті пайдалануға болмайды, себебі өрт кезінде лифттер құлыптанып немесе бұзылып қалуы мүмкін. Келесі жайт бұл жер сілкінісі. Жер сілкінісі кезінде бірінші қабатта тұратын адамдар бірінші дүмпуілдер басылғаннан кейін шығып, ғимараттардан алыстау қажет. Жоғарғы қабаттарда тұратын оқушылар үйде қалу керек, терезелерге жақындамау керек, себебі терезелер шыныдан жасалған, және баспалдаққа шықпау керек. Бірақ ішкі тірек қабырғасында, бұрышта немесе күшті үстелдің, кереуеттің, тіпті ваннаның астына кіріп тығылуға болады. Өрт кезінде тығылуға болмайды, бірақ жер сілкінісі кезінде өзін мықты жиһазбен қорғауға болады. Сіріңкелерді, оттықтарды пайдаланбау керек, себебі жер сілкінісі кезінде газдың шығуы мүмкін және ашық от өртке әкелуі мүмкін, ал бұл жайтты тек қана ушықтырып жібереді. Тағы да бұл жерде жер сілкінісі кезінде жасау керек әрекеттер және тыйым салынатын әрекеттер көрсетілген. Осымен біздің сабағымыз аяғына жетті, екінші презентация бітті. Алайда сіздердің ең бір маңызды қызметтеріңіздің біреуі оқушыларға сабақ өткізу барысында құтқару телефондары туралы ақпарат беру. 112 номері ол бірыңғай құтқару қызметі. 101 номері өрт қызметі, 102 полицияның номері, 103 жедел медициналық көмек қажет болғандағы номер, ал 104 газ қызметі. Және оқушыларға тағы да айта кететін нәрсе, осындай номерлерге хабарласқан кезде оқушы міндетті түрде шақыру себебін атау керек, оқиғаның нақты мекен-жайын, егер де төтенше жағдай оларда мектепте болып жатса, сол мектебінің номерін айту керек, және өзінің аты жөнін айту керек. Сонымен қатар олар диспетчердің олардан сұраған сұрақтарына барлығына жауап беруге дайын болу керек. Бұл номерлерді олар өздеріне фотоға, суретке түсіріп алуы мүмкін, немесе өздері жадыларына сақтап алуы маңызды. Себебі төтенше жағдай кезінде адам шынымен де үрейге беріліп, осындай маңызды ақпаратты ұмытып кетуі мүмкін. Осымен біздің көрнекі сабағымыз аяқталды. Енді сіздерге тапсырмамыз бар. Мені барлығы тыңдап отыр деп үміттенемін, себебі сіздер, құрметті болашақ волонтерлер, осы сабақ бойынша, осы екі презентация бойынша өздеріңіздің жергілікті мектептеріңізде 5-ден 10 сыныптарға дейінгі оқушыларға осындай көрнекі сабақтар жүргізулеріңіз керек. Үй жұмысы Және де, ретінде. бұл сіздердің үй жұмысы ретінде саналады. Және де сіздер әрбір осындай сабақ жүргізгеннен кейін біз сіздерге қазір бір сілтеме жібереміз. Сол сілтеме бойынша әрбір жүргізілген сабақтың есебін жазып отыру керексіздер. Есеп немесе отчет. Бұл сіздердің волонтерлық қызметтеріңіз үшін маңызды.
Жибердим ба? Қазір. Не. Мен чатқа отчетты толтыратын сілтеме жібердім. Сонымен қатар, мысалы, бағана сабақтың басында көбірек адам қосылған, бірақ та қазір тек 8 адам бар. Сондықтан да басқа шығып кеткен адамдарға да сіздер айта салыңыздар бұл маңызды ақпаратты. Мгм. Сонымен Жақсы. қатар мен